Осы подкастқа дайындалып 20-ға жуық па сұхбатыңыз көріп шықтым. Оның ішінде 5 жыл бұрынғы, 10 жыл бұрынғы бір видеолар бар. Біраз зерттеген екенсің. Соңғы видеолар бар. Енді сізбен таныстығымыз, қарым-қатынасымыз ұзақтан басталады, бұрыннан білеміз ғой. Иә. Енді үлкен қадамдар өзі кішкентай адамдардан басталады дейміз ғой. Иә. Осы тұрғыдан қараған кезде қазақ тілі қоғамы деп айтпай қояйық. Жалпы қазақ тіліне қызмет етудің негізі түбі қайдан басталып еді? Осы қазақ тіліне қызмет етуге не алып келді? Отбасы, мен ата-анам екеуі де тілші, әдебиетші әкем, анам тілші, педагог. Сондықтан бала кезден сол біздің үйдегі барлық әңгіме осы тілдің төңірегінде болды. Үйге келген ата-анамның қонағы да, ағайындары да осы тілдің төңірегінде әңгіме өрбітті. Үйдегі кітапханада осы тіл мен әдебиеттің төңірегінде. Сондықтан сол жағынан қарағанда да бұл бір заңды құбылыс шығар мен үшін. Содан кейін енді бір табиғи түрде өзім де соған қызықтым. Біз енді телевидениенің ұрпағымыз ғой. Негізінен біздің қалыптасуымызға да, ойлауымызға да, былай көкжиегімізді қалыптастырған нәрсе бұл телевидение, әсіресе совет заманындағы телевидение. Енді ол қазақша да көрдік, орысша да көрдік. Сол біз екі тілді қоғамда өстік. Таза билингва қоғам сол кезде өте жақсы дамыды деуге болады. Біз енді үйде, мектепте қазақша сөйлеп, қазақша жаздық, қазақша ойладық, бірақ бізді қоршаған орта негізінен орыс тілді болды. Сондықтан осы екі тілдегі сананың қалыптасуы, екі тілдегі ортаның, тіпті екі әлемнің қатар дамуы, қатар өмір сүруі мен қашанда қызықтырды. Мен сол кезде байқайтынмын, сыртқа шығып, көшедегі ойнайтын достарымның барлығы, көршілерім орысша сөйлейтін орыстың балалары. Мен көшеге шығамда басқа адам сияқтымын өзім, басқа адам сияқты сезінетінмін. Ал енді үйге кірген кезде, ата-анаммен сөйлескенде, қазақша сөйлескен кезде бір басқа адам сияқты. Кейін зерттей оқи келе ол шынында да солай екендігі ғылыми түрде дәлелденгенін көрдім. Тіл бұл адамның кәдімгі санасында, көзқарасында, жалпы тұлғасын, тіпті психикасын қалыптастыратын өте маңызды құрал. Сондықтан соған бойлап зерттеп қарай бергім келді. Тіл зерттеу объектісі ретінде де, тіл қоғамдағы процестерді бағыттаудың және реттеудің бір маңызды құралы ретінде де, тіпті қазіріне біз үшін кәсіптің құралы ретінде де потенциалы соншалықты зор үлкен құбылыс. Енді қазақ тілі қоғам деп қалдық қой жаңа. Бір қарағанда осы қоғамдық ұйым ғой қазақ тілі. Бірақ көпшілік үшін ол жай ұйым емес, оның үстіне халықаралық деп айтқаннан кейін көп нәрсе күтеді. Енді онда түсінуге болады, өйткені екінші жағынан мысалы президенттің өзі бастап эндоумент қорына ақша салып деген сияқты. 6 айға жуық уақыт болып қалды. Не өзгерді? Желтоқсанда басталды ғой. Эндоументтің құрылғаны бұл желтоқсан айы. Одан бері жалпы қазақ тіліне қоғамға келгелі. Қоғамға келгелі жаз ғой, былтырғы жылдың жазы. Құрылтай өтті. Сырттан қарап айту енді сіздерге жеңілірек шығар. Мен іште жүргеннен кейін біздің көзқарас және бөлектеу болатын шығар. Біз үшін бұл үлкен процесс, алда тұрған үлкен міндеттер бар, мақсаттар бар. Біз өзіміздің қозғалысымызды, аяқ алысымызды сол мақсаттарға жету тұрғысынан бағалауымыз керек. Ал енді сырттан қараған кезде ол кішкене басқаша көрінуі мүмкін. Енді сұрақты кішкене басқаша қойсақ мысалы. Енді әдетте қазақ тілі қоғамы дегенде бұл ақын, жазушылар, тілдің айналасында жүрген, тіл күресінде жүрген азаматтар деп айтайықшы. Тіл майданында. Тіл майданында жүрген кісілер деп айтайық. Сол кісілермен тіл табысу, бір іске жұмылдыру жағынан қалай болып жатыр? Өйткені енді өзім де студент кезде де, кейін де біраз араластым, көрдім. Енді біреуге күйе жағу қиын, бірақ айту қиын. Дегенмен кейде істен гөрі сөз көп болып кететін жағдайларды байқаймыз. Осы тұрғыдан алған кезде не өзгерді деп жатқаным осы жағынан? Өзгертуге тырысып жатырмыз. Біздің де о баста келген кездегі айтқанымыз және өтінгеніміз де сол болатын. Бізге сөз көмектен гөрі нақты іс көмекке дайын азаматтардың ортаға келгені, қосылғаны маңызды дедік. Енді
тілге қатысты бұл елде бейжай қарайтын бірде бір адам жоқ. Президенттен бастап ең қарапайым адамға дейін ұстаным бар, белгілі бір пікір бар, не болмаса жаны ауырады, болмаса ренжулі, ашулы тіпті кейбір орта. Және әрқайсысының бұған қатысты өзінің шындығы бар. Және сөйлесе қалсаң, оны не олай екендігін дәлелдейді, түсіндіреді, уәж келтіреді, және оған селт етпеу мүмкін емес. Бірақ біздің ұстанымымыз және ұсынысымыз, біз бұл тіл мәселесін саясатқа айландырмасақ. Бізге шын мәнінде балаларымыздың қазақша шығуына қажетті дүниелерден бастап, жаңа айтқанымыздай, әр адамның өз тілінің аясында тұлға ретінде де, маман ретінде де жетілуіне қажетті мазмұн керек. Соған дейін қояйық, сонымен айлансайық. Одан кейін білім беру саласындағы тілдің оқытылуына қажетті әдістемені, құралдарды, оқулықтарды ретке келтірейік. Бұл да әр деңгейде айтылып жатқан түрлі сын айтылатын үлкен мәселе, бірақ нақты бір араласып, бір жобаларға, шараларға айландыратын кез келген секілді. Одан кейін қазіргі технологиялар. Барған сайын бәріміздің өміріміз күнделікті жаңағы 6 сағат уақытымыз сол технологияға телміруге, осы телефондар арқылы қарым-қатынасқа түсуге кетіп жатыр екен. Сондықтан оны да барынша қазақшалауға тырысуымыз керек. Осындай нақты міндеттер қойдық, және осыларды іске асыруға қажетті ресурс деп жатырмыз. Бұл керектердің барлығын іске асыру үшін бірінші кезекте ақша керек. Ақша туралы адам сөйлескісі келмейді, естігісі келмейді, ақша керек деген нәрсені. Бәріне айтуға оңай нәрсе, бұл бұлай істеу керек, олай істеу керек деп ұсыныс айту, идея жаңағы ортаға салу. Неге осылай жасамайсыңдар деп талап қою, не болмаса бұлай істеуге болар еді ғой деп ақыл айту деген сияқты. Бірақ оның бәрін істеуге шынында да күш керек, ресурс керек. Өмір солай, оның бәрі түсінеді, білет, бірақ неге екенін осы мәселені үнемі айналып кеткісі келеді. Қоғамда қалыптасқан тағы бір пікір бар. Қазақ тіліне осы 30 жылда қыруар қаражат құйылды ғой. Не болмаса қазір де құйылып жатыр ғой деген сияқты. Шын мәнінде ол бұл мәселенің масштабына сәйкес келетін құйылған қаражат болған емес. Бұл шында да өте үлкен көлемді ресурс талап ететін мәселе. Тіпті қарапайым сол контент тұрғысынан есептейтін болсақ, қазіргі енді келіп жатқан орыс тілді, ағылшын тілді мазмұнның қасында қазақ тіліндегі мазмұн көлдегі тамшыдай. Статистика бар ма? Қазақ тіліне бөлінген қаражаттың көлемі бір? Дәл қазір енді біздің мына жоғары білім және ғылым министрлігінің құрамындағы тіл комитетінің жылдық бюджеті 1 миллиард теңгеден аспайды. Ал енді аймақтардағы басқармаларды санайтын болсақ, біріншіден 20 аймақтың 5-еуінде ғана бөлек басқарма бар тілмен айланысатын. Қалғандарына оның барлығы не ішкі саясат, не мәдениет, не білім басқармасының құрамындағы бөлімдер. Енді олардың әрқайсының қасында тіл оқытатын орталықтары бар, сондағы мамандардың жалақысын, не болмаса жаңағы солар ұстап тұруға кететін қаражаттың барлығын қоса есептегенде бүкіл аймақты санағанда ол тағы да 1 миллиард теңгеден аспайды. Жалпы жиыны 2 миллиард сонда. Жалпы жиыны ары кетсе жыл бойынша бір жылда мемлекет тарапынан жұмсалатын қаражат осы 2 миллиардтан аспайды анық. Енді оны үлкен сеніммен айта аламыз. Ол көп аз ба? 2 миллиард деп айту, енді цифрмен жұмыс істемейтін, күнделікті ондай қаражатпен жұмыс істемеген адамға көп болып көрінуі мүмкін. Бірақ бір мектептің салу құны қазір 10 миллиард теңге. Не болмаса бір шақырым жол салудың құны 2,5 миллиард теңге деген сияқты. Енді осымен салыстыратын болсақ, сонда бір жылда тіл мәселесіне кететін қаражат 4 шақырым жолдың құны. Бізде енді жалпы есептейді ғой, мысалы 2 миллиардтан бөлінсе 30 жыл өтті, жалпы 60 миллиард бөлінген екен ғой деген сияқты. Әр жылда әр түрлі. Біз енді олай үстіртін есептеуге қарсымын, нақты айту керек. Сіз нақты сұрақ қойдыңыз, мен қазір нақты биылғы бар цифрларды айтып отырмын. Бірақ бізге керегі тіпті ол жылдан жылға өзгерген цифрлардан гөрі бізге тұрақты қаржыландыру керек. Одан кейін қолға алынған бастамалардың жылдан жылға бір сабақтастықпен дамып отыруы маңызды. Біз мысалы 100 оқулықты аудардық, сонымен тоқтап қалдық.
сонымен бүкіл мәселе шешілген сияқты. Ол үлкен жолдың басы ғана еді, бірінші қадамы ғана еді. Ол жұмыс тұрақты түрде жасалу керек. Тек қана оқулық емес, бізге ойын да аударылу керек, кітап та аударылу керек, кино да аударылу керек, мультфильмдер де аударылу керек. Жалпы мазмұнға қатысты нәрсенің барлығы қазақ тілінде болуы керек. Өйткені ол болмаса, біз мемлекеттік тілдің аясындағы өз азаматтарымыздың өзін толыққанды тұлға ретінде, маман ретінде сезінуіне, дамуына жағдай жасамай отырған болып шығамыз. Керісінше оларды өз тілінің аясына ығыстырып, басқа тілге итеріп салған боламыз. Бұл мамандықты сен қазақ тілінде игере алмайсың, сондықтан орыс тіліне бар. Мына ғылымды сен қазақ тілінде жасай алмайсың, ағылшын тіліне бар деген сияқты. Бірақ біздің айтайын деп жүрген негізгі ойымыз, қазір тіл мен тәуелсіздік деген ұғымдарды құндылық ретінде бір деңгейге алып шықпасақ, біз оған тиісті көңіл бөлмейміз. Тәуелсіздік қаншалықты біз үшін маңызды, қаншалықты қастерлі, құнды, тура сол секілді тілде құнды, қастерлі, мағыналы болуы тиіс. Және оған бөлінетін, жұмсалатын қаражат пен ресурс та әр адамның, кез келген қызметте жүрген маманның тілге қатысты ұстанымы да осындай деңгейде болуы шарт. Егер ол болмайтын болса, онда біз оны тиісті деңгейде дамыта алмаймыз. Бар тіл, заңда жазылған ғой, мемлекеттік мәртебесі бар, сол жеткілікті емес пе деген секілді деңгейде жүре беретін болсақ, біз тілдің қолданыс аясының барған сайын тарылуын көреміз. Енді сізбен біз сөйлесуіміз мүмкін, медиа бар, одан кейін енді мектеп бағдарламасындағы тіл, қазақ тілі бар, бірақ оның аясында оның қолданысы бірден тежеледі. Бірақ енді қазір біздің көріп отырғанымыз соның салдарынан тіпті медиадағы және сол білім беру саласындағы тілдің қолданысы, оның сапасы өте қатты төмендеп кетті. Оны сіздің әріптестеріңіз де көп айтады. Немесе журналистердің сөз саптауын, жазуын саралайтын мамандар, тілшілер көп айтады. Ал енді білім беру саласына келетін болсақ, оқу сауаттылығының төмендеп бара жатқанын көреміз. Қазақ тілінде сабақ білім алатын балалар өз тіліндегі мәтінді оқып түсіне алмайды. Оққан нәрсесін ауызша да, жазбаша да жеткізе алмайды ойын. Бұл ана пизадағы зерттеулер, енді пизасыз да көріп жүрміз ғой, шын мәнінде. Бізге пизаның керек болып тұрғаны. Осы зерттеуге байланысты кейбір азаматтар тарапынан осы пікіріңіз шықты ғой? Иә. Жалпы тест дұрыс құрастырылмаған деп тесттің өзіне жапты да негізі. Бізде деңгей ондай емес. Жалпы тест келіп құрастырылған кезде тесттің өзі түсініксіз деп. Сондай әсерде бар ма, әлде расымен төмен бе? Бұл халықаралық зерттеу, оны ұйымдастыратын, құрастыратын Қазақстанның мамандары емес, оны құрастыратын ОСР-дің мамандары. 80-нен аса мемлекет тапсырады. Бәріне ортақ тапсырмалар. Енді Қазақстан үшін арнайы сұрақтар ешкім жасаған жоқ. Сондықтан енді бұл уәжбен мен келісе алмаймын. Ал енді дұрыс аударылмаған деген уәжбен келісуге болады, бірақ ол да тура осы тілдік ахуалдың бір көрінісі. Біз ең жоғарғы деңгейде құпия түрде арнайы қаражат бөліп отырып жасалған аударманың сапасын қамтамасыз ете алмай отырмыз. Өйткені ол саланың өзінде бізге қажетті деңгейде аударма қамтамасыз ете алатын маман тапшы болып тұр. Сондықтан енді қалай болғанда да бұл біздің елдегі тіл қолданысының сапасын, оның деңгейін айғақтайтын бір маңызды критерий. Көрінісі, иә. Соның көрінісі әрине. Тілге байланысты сөз айтылған кезде өзі дилеммада. Бір жағынан, мысалы, мектептердің саны, оқитын студенттер мен оқушылардың үлесі, демографиялық көрсеткіш дегенмен қараған кезде, кәдімгі бір табиғи жағдай қалыптасқанын байқаймыз. Жаңа 70%-дан астық, ОБТ тапсырушылардың 75% қазақша тапсырады. 90-шы жылдары 38% болған еді жоғары оқу орнында қазақ бөлімінде оқитындар. Қазір ол негізгі басымдыққа ие деген сияқты. Бұл бір табиғи өсімнің көрсеткіші. Екінші жағынан қарасақ, аулаға шықсақ, балалар орысша сөйлейді, қазақ тілі керек болмай қалды, 30 жыл өтті, ешнәрсе болған жоқ деген бір осындай пікір қайшылығы бар. Негізі шынайы қараған кезде осы жағдай қай деңгейде бізде? Бұған жалпы қалай баға береді тіл ғылымында? Таза демографиялық тұрдан келген кезде жағдай жақсы. Шында да оқушылардың 75% қазақ тілінде білім алып жатыр.
тура сол балалар мектепті қазақша аяқтап, жоғарғы оқу орнында қазақ тілінде мамандық алуға тырысады. Оларға солай ыңғайлы. Бірақ барған сайын біз жоғарғы білім саласынан бастап ары қарай тілдің кең қолданысын қамтамасыз ете алмай отырмыз. Себебі тіпті қазақ тілі мен әдебиетін оқытуда бізге қажетті оқулықтар мен әдістемелік құралдар қазақ тілінде жеткіліксіз. Әдебиетшілердің өзі әдебиет теориясын бертінге дейін орысша оқып келді. Не болмаса ағылшынша оқыды. Қазақстан тарихын қазақша жазатын маман қалмай бара жатыр. Сондықтан бір жағынан демографиямыз жақсы, Қазақстандағы қазақтардың үлес салмағы айтарлықтай артты. Біз кезінде тәуелсіздіктің алғашқы жылдар соны аңсадық, армандадық. Күте тұрыңдар, шыдайық, демографиялық жағдай өзгереді, содан кейін бәрі орнына келеді дедік. Бірақ демографиямен бірге сапа да маңызды екен, және мазмұн маңызды. Біз өкінішке қарай осы 30 жылда қазақ тілінің мазмұндық салмағын әлсіретіп алдық. Қазақ тілінің ақпараттық сыйымдылығы, мазмұндық сыйымдылығы азайып кетті. Ол не? Мазмұндық сыйымдылық деген? Ол қазақ тіліндегі негізгі айтылатын мазмұн, бұл осындай біздің жаңағы ауызекі әңгімеміз, үй ішіндегі тұрмыстағы әңгіме дүкен, жаңағы қонаққа тойға барған кездегі айтылатын тілек, соның аясында қалып бара жатыр. Қазақ тілінде ғылым жасалып жатқан жоқ. Қазақ тілінде оригинал өте мықты мазмұн жасалып жатқан, контент жасалып жатқан жоқ, аз. Біздің бір үлкен арманымыз, үмітіміз сол сырттан келетін осындай мазмұнды қазақ тіліне аудару арқылы соның аясын кеңейту, одан кейін соның негізінде оригинал қазақ тіліндегі мазмұнның қалыптасып пайда болуына негіз жасаймыз ғой деген ой болды. Соны дамытуға тырысамыз, бірақ ол қозғалыста қажет деңгейде жүріп жатқан жоқ. Сондықтан да технология қазақ тілінде жүрмесе, дамымаса, қазақ тілі ғылым тіліне айналмаса, одан кейін барлық деңгейдегі мазмұн қазақ тілінде жеткілікті деңгейде болмаса, бізге оны ары қарай демографияға сәйкес дамыту және ары қарай алып жүру күрделі болуы мүмкін. Сондықтан да біздің осы алған бағыттарымыздың ішіндегі қазақ тілді мазмұн дамыту, одан кейін тілді оқытудағы әдістеме мен құралдарды дамыту, одан кейін технологияны дамыту деп алып отырған себебіміз осы. Менің ойымша енді айтарлықтай қиын күрделі міндеттер, және бұған мемлекетте, қоғамда, кез келген салада жұмыс істейтін мамандарда жұмылмаса, бұны тез арада жөндеу, реттеу күрделі болуы мүмкін. Оның сыртында бізге сырттан түсетін салмақ және қысым барған сайын арта береді. Ол бір арнайы жасалған саясат деп қараудың керек жоқ. Ресейдің, Қытайдың жанымызда тұрған. Бұл осы ғаламдағы жағдай. Қазіргі глобализацияның осы тілге қатысты әсері. Барған сайын бүкіл ғылым бір тілде жасалып жатыр, ағылшын тілі. Дүние жүзіндегі ғылымның қазір 70-80% тек қана ағылшын тілінде жасалады. Технологияның барлығы бір тілде ғана жасалады, ол ағылшын тілі. Кәсіп, бизнеске қатысты дүниенің барлығы ағылшын тілінде оның платформасы. Сондықтан бұндай жағдайда қалып отырған тек қана қазақ тілі емес, өзге де үлкен тілдер осындай жағдайда. Орыс тілде ағылшын тілінің қысымына қатысты не жасаймыз қарсы, қайтсек біз тіл тазалығын сақтап қаламыз, қайтсек орыс тіліне еніп жатқан кірме сөздердің ықпалын азайтамыз деген сияқты талқы онда да жүріп жатыр. Ол емес, француз тілінде тура сондай талқы бар. Сондықтан бұл бір жағынан күрделі жағдай, бірақ екінші жағынан ол тек қана қазақ тілі мен қазаққа ғана тән нәрсе емес, ол бүкіл әлемге тән нәрсе. Бір қуанатын нәрсе, осындай жағдайда өз тілінің дамуына көңіл бөліп, оған жауапты осындай қоғамдық ұйымдар құрып, оған ресурс бағыттап отырған елдердің қатарындамыз. Соның өзі аз емес. Енді осы статус-квоны сипаттағаннан кейін бәрі құрып жатыр, қазір кіріспесек болмайды деген сияқты бір сондай ықпалдағы қадамдар керек па, әлде жоқ, біз жаңағы 100 мемлекеттік тіл статусы бар елдердің қатарындамыз, бәрі жаймен келе жатыр, 14 миллион болдық, қазақтың өзі 2 еселеніппіз деген сияқты. Осы екеуінің былайша айтқан кезде бір балансын қай жерден табамыз деп
білгім келеді да. Мысалы бір қарасаң бәрі жақсы келе жатыр табиғи тұрғыдан. Екінші жағынан қарасаң сол бұрынғы қиыншылықтар одан сайын күрделеніп бара жатқан бұл жағдай бар. кез келген саладағы нәрсе ғой. Сіз енді маман ретінде де өз салаңызда да 100% көңіліңіз толмайды жағдайға. Немесе күнделікті өзің өміріңізге де тура солай. Бір жағы жақсы болып тұрса, екінші жағы қисайып бара жатады деген сияқты. Қарапайым тілмен айтқанда, барып оны жөндеу керек, түзеу керек. Мен айтайын деген тіл бұл процесс. Тілдің өмірі, тілдің жағдайы үнемі құбылып отырады. Дүниедегі кез келген тіл тірі организм ретінде осындай өзгеріске түсіп жатыр. Ол емес, тіпті ағылшын тілінің өзінде де тілдің жағдайы мүшкіл дейтін азаматтар табылады. Ағылшын тілін зерттейтін тілші мамандардың арасында қазіргі ағылшын тілі 20 ғасырдың басындағы, тіпті 20 ғасырдың ортасындағы тілден бөлек шұбарланып кетті. Бүкіл дүниеде ағылшын тілін бұзып сөйлейді. Ол мүлде ағылшын тілі емес, басқа тіл болып кетті деген сияқты мамандар көп. Ағылшын тілінде сапалы, сауатты жазатын адамдар аз. Ол емес, тіпті ағылшын тілді мектепте оқитын балалардың спеллинг сапасы төмендеп кетті деген сияқты мақалалар өте көп. Олар табу қиын емес. Сондықтан қазақ тілінде де тілші мамандардың тілге жанашыр ортаның тілге қатысты түрлі осындай алаңдаушылық айтылып жатуы бұл заңды нәрсе. Солай екен деп мүлде түңіліп кетуіне қажет жоқ. Тағы да қайталағым келеді, бізді қуантатыны осындай мәселелерді алға тартатын ортамыз бар. Оларды зерттеп отырған орталықтар бар. Тіл білім институты бар. Орталықтар бар, осы Астанада жұмыс істеп отырған. Біз сияқты қоғамдық ұйымдар бар. Және бұндай қоғамдық ұйымдардың өтініші қоғамға айтар бір алға тартатын ұсыныстары тілді дамытуға қажетті. Бұлардың бәрі дұрыс қабылданып, бұған келіп көмек беретін, қолдау жасайтын орта кеңейіп, мемлекет дәрежесінде де, жеке кәсіпкерлердің деңгейінде де тілімізге ие болайық, тілімізге қамқоршы болайық деген ниет бар. Соның өзі аз емес. Мен енді оқушы кезімді, студент кезімді еске алсам, өзімнің, енді шет жағасын өзіңіз де көрдіңіз. Жалпы таза қазақша сөйлеу, қазақ тілінде жазбаған мекемелерді аралап, оларды қазақшаға шақыру, жаңағы протоколды хаттаманы орысша толтырған жол полициясымен күресіп, қазақша жаздыртуға тырысу деген сияқты бір әрекеттер жасайтын. Бұл енді студент кезімде негізінен. Кейін осы бір максимализм бәсеңдеді. Енді осыған қарап, жалпы қазір де байқаймын, мысалы, үлкен кісілер бар, тура сол бұрынғы мен студент кезімде жасап жүрген нәрселерді әлі де жасап жүр, тоқтатпайды. 40, 50, 60-қа келсе де. Осыдан шығатын дүние ғой, жалпы менің жеке мысалымда осындай бір қозғалысы тоқтатуым, бұл күрестің тоқтауы ма, әлде былайша айтқан кезде күшті басқа жаққа қарай бұру ма? Өйткені қараймыз, жаңа кейбір кісілер сол бұрынғы әңгімені әлі де айтып келе жатады. Бәлкім ол нәтижесі мен көргеннен кейін тоқтатқан шығармын. Әлде біздікі жаңа тілдің майданындағы күрестің тоқтауы ма? Мен ойымша, сіз үшін ол күрес басқа деңгейге көтерілді. Сіз қазақша сөйлеу тоқтатқан жоқсыз ғой. Қазақша ойлау тоқтатқан жоқсыз. Қалай болғанда да ол енді сіздің болмысыңыздың бір маңызды бөлігі, ол ешқайда жоғалып кетпейді. Бірақ құрал өзгерді. Ол жеке жаңағы дүкен аралап, не болмаса барып, көше аралап, маңдайшаларды өзгертіп, олардың қатесін тауып, соны жөндеуден көрі, сіздің қазіргі кәсіби деңгейіңіз, потенциалыңыз, мүмкіндігіңіз маман ретінде оны әлдеқайда басқа масштабта жасауға мүмкіндік беріп отыр. Бүгінгі подкасттың өзі де соның бір құралы. Бұны енді бұйыртса мыңдаған адам көреді, оларға ой салады деген сияқты. Сондықтан әр адам өз деңгейінде өзінің қолынан келетін нәрсесін жасап жатыр. Сондықтан осы бағытта не істесе де қазақ тілін жөндейік, соның қамқоршысы болайық деген ортаның кез келген мүшесіне мен ризамын. Әр қайсысы өз деңгейінде өзінің шамасы келгенше осыған үн қосып көмектесетін болса, ол өте жақсы нәрсе. Бірақ дегенмен де бізге жаңағы өзіңіз айтып отырғандай, кішкене басқа деңгейге көтеріліп, басқа масштабта әлдеқайда тиімді, одан кейін бір зорлық-зомбылыққа бармайтын, қоғамның ішінде бір кішкене жаңағы кикілжің тудыруы мүмкін, не болмаса мәжбүрлеу
міндеттеу тұрғысынан емес. 30 жыл болды ғой, неге сөйлемейді, неге айтпайды, неге істемейді? Біз енді өйткені тіпті осы бағытқа қажет нәрсені жасамадық. Егер ол заңның күшімен реттелетін болса, онда ол шынында да жасалуы мүмкін еді. Мемлекеттік тіл туралы бөлек заң қабылданса, мен тек қуанам. Бірақ тек қана сол заңның қабылдануы арқылы мәселе шешіледі дегенге дәл қазір өз басым сенбеймін. Бізге үкімет қайда қарап отыр? Бізге бірінші кезекте сол тілдің қолданысына қажетті дүниелерді көбейту керек. Сол маңыздырақ. Маған мысалы таза тіпті қазақ тілі қоғамының төрағасы ретінде емес, өзімнің отбасыма тілдік ахуалды жөндеу үшін үйдегі керегі заң емес. Маған керегі ютубты қосқан кезде қазақша сөйлеп тұрған мультфильм керек. Маған керегі Netflixті қосқанда кеше шыққан фильмнің қазақша сөйлеп тұрғаны керек балаларым үшін. Маған керегі балаларының кешке келіп әке жұмысына көмектесіңізші деген кезде қазақша сауатты, әдемі жазылған оқулық болса, ол оқулық осы заманға лайық болса, балалар маған келіп әке қазақ әдебиеті қызық емес деп айтпаса, осындай қарапайым дүниелер керек. Немесе қолымдағы телефонның ішінде керек қызметтердің бәрін қазақша тауып алып қолдансам, кез келген приложениені, кез келген қосымшаны, билет алсам да, бір жаққа тапсырыс берсем де, не болмаса ойын ойнасам да телефонымда, оның барлығы қазақша сөйлеп тұрса, бұның барлығы маған заңнан әлдеқайда көбірек көмектесер еді. Ал оның барлығы бір ғана заңның қабылдануы арқылы іске асып кетеді деу, ол қате. Енді тіл үшін күресуіміз керек деп айтамыз ғой. Осы күрестік ережесі қандай? Осы күрестік ережесі не деп өзі? Менің ұғымдағы негізгі ереже бұл адамшылықтан аспау. Бәрібір қалай болғанда да біз бірінші кезекте адамбыз. Ортақ бір заңдылықтар бар, принциптер бар, гуманистік принциптер бар. Сондықтан өз басым сондай бір өршіл, өктем әрекеттерді тілге пайдалы деп санамаймын. Керісінше, біз ондай әрекеттер арқылы тілге күмәнмен, қорқынышпен қарайтын, үреймен қарайтын адамдардың ортасын көбейтеміз. Енді жаңағы бірден саясат айтады ғой, саясат та бар оның ішінде. Әрине, одан ішінде ешқайда қашып құтыла алмайсың. Қазақстанның орналасқан жерін қараңыз картадағы. Екі үлкен, жай ғана мемлекет емес, екі үлкен өркениеттің ошағының ортасында тұрмыз. Орыс мәдениеті, мына жағында Қытай мәдениеті. Сондықтан осындай ортада тұрып, бізге оны ескермеу, елемеу мүмкін емес. Оның үстіне саяси жағдай бар, геосаяси жағдай бар, ол да түсінікті. Сондықтан тек қана біздің қалауымызбен және біздің шешім қабылдауымызбен ғана бұл мәселе реттеле қоймайды. Бұл жерде әлдеқайда бір әккі қоғамдық процестерді реттеу механизмі керек. Бұл жерде әлдеқайда терең сараптама керек. Өте бір еппен жасалған қимылдар керек. Қалауын тапса қар жанар дейді қазақ. Маған сол сөзін өте ұнайды. Ретін тауып жасалған шаруа, кез келген шаруа іске асады, жасауға болады, ебін тапса. Ал енді міне мынау дұрыс, біз соны білеміз. Енді осыны қайтсек те тізеге салу арқылы реттейміз деу кері нәтиже беруі мүмкін. Содан кішкене тартынар едім. Сіз көтерген, сіз айтқан бағыттар бойынша жұмыстардың үлкен қадамдарға, үлкен бір жобаларға айналған форматтар бар, ол ішінде 100 оқулық бар, Википедия бар уақытындағы. Енді профессор Джеймс Мюррей дегеннің оқиғасы бар ғой, киноға тізбектелген. Сөздік. Сөздік. Өзіңізді сол Джеймс Мюррей сияқты образда сезінесіз бе? Өйткені енді ол кісіге оңай болмаған сияқты, алғашында Оксфорд сөздігін құрастыру. Ал қазақ тілінің осы бір сөздігін құрастыру, ағылшын тілі, қазақ тілі сөздігін құрастыру. Салыстырған кезде қандай бір қиындығы болды, немесе бұл қазіргі уақытта жеңіл өткен процесс пе? Егер біз сол кездегі Оксфордтың жолын қайталап жүретін болсақ, не болмаса Мюррейдің бүкіл жасаған жұмысын жасайтын болсақ, онда бұл шаруа бұндай қысқа мерзімде бітпес еді.
біз енді бұның өзінде 4 жыл еңбек жасадық. 50 адам 4 жыл тапжылмай отырып жұмыс істеді. Ал енді Оксфорд сөзін құрастырған топ, Мюррей бастаған, олар алғашқы томның шығару үшін ғана 20 жыл кетірді. Ал толық жинақ шығуына 50 жылдай уақыт кетіпті. Сөздік құрастыру деген шын мәнінде бұл бүкіл сені қоршаған әлемді, бізді қоршаған дүниені сипаттау деген сөз. Әр бұйымның, әр заттың аты бар. Мынаның аты бар, мынаның аты бар, оның сипаты бар, оның түсінігі бар деген сияқты. Соның барлығын қағазға түсіру керек. Енді осы тұрғыдан келгенде өсімдік әлемі, жануарлар әлемі, бізді қоршаған бүкіл материалдық орта, рухани құбылыстар, идеялар, соның барлығын сөздікке салып шығу қаншалықты қиын шаруа. Бірақ ол тілдің инфрақұрылымы қазіргі тілмен айтқан кезде. Онсыз тілдің дамуы мүмкін емес. Сондықтан да біз бір жағынан осы жұмысты қазақ тілінде жасалуы қажеттігін ұғынамыз, екінші жағынан оны тездетудің амалын іздедік. Оның ең төте жолы ол осы жолмен жүріп өткен Оксфордтың жаңағы салған жолына түсу. 150 жыл бойы осы салада жұмыс істеп келе жатқан дүние жүзінде өзін ең сенімді сөздік шығаратын мекеме ретінде таныстыратын Оксфорд университетінің баспасы. Осы кісілермен келісіп, қолдарындағы сөздіктердің реестрін алып, сол реестрдің негізінде ағылшын қазақ, қазақ ағылшын сөздік жасалды. Былайша кезде солардың жасап кеткен жаңағы 100 жылдықтағы алгоритмі қазақ тіліне салынды ғой. Иә, тура солай. Сол арқылы біз әсіресе қазіргі жаңадан қалыптасып отырған салалардағы лексиканы реттей алдық. Және олардың мысалдарымен келтіре алдық. Одан кейін сөздік құрастырудың технологиясын қолға алдық деген сияқты. Сосын енді бұндай орталықтар бізге ұнасын ұнамасын, бірақ қазіргі интеллектуалдық адамзаттың тірегі, негізгі барлығы иек артатын ғылыми орталығы осылар. 60 тілде осы уақытқа дейін сөздік шығарған екен. Сол дүние жүзіндегі 6000 тілдің ішінде 60 тілі ғана Оксфордпен бірге сөздік жасай алды. Сол арқылы өз тілдерін дүние жүзіндегі ең үлкен осындай қуатты тілмен, қуатты білім мен ақпараттың, мәліметтің көзімен байланыстырып отыр. Бұған солай деп қарау керек. Біз де сол 60 тілдің ішіне қосылдық. 61-ші тілі болып, қазақ тілі мен ағылшын тілін байланыстыратын Оксфорд қазақ сөздігі пайда болды. Бұның жалғасы болады. Бұл Оксфордтың қазір құрастырып отырған Oxford Global Languages деген дүние жүзіндегі әлемдік тілдердің ортақ корпусы құрастырылып жатыр. Сол қазақ тілі соның бір құрамдас бөлігіне айналып отыр. Сондай бұның бір біздің көршілер бар ма ол жерде? Түрік тілі бар. Түрік тілі бар, басқа тілдерді енді жаңылысып қалуы мүмкін, кесіп айтпайын, бірақ мен көрмедім. Түрік тілдес елдердің ішінде түрік тілінен кейін мен білсем, енді осы қазақ тілінде жасалды осындай сөздік. Енді бұған дейінгі жобаларда осы идеяны қолданғымыз келді. Википедия тура сондай, дүние жүзіндегі ең үлкен энциклопедия. Мына осы қазақ тілі бұрынғы байырғы түркі тілінің бір ошағы ретінде, негізі ретінде, ядросы ретінде потенциал жоғары деген сөз бұл біздің пафос үшін айтылған нәрсе ме, әлде шынымен бір ғылыми негіздері бар ма? Осы бір Оксфорд сөздігін құрастыруда, басқа да білім жобалар кезінде осының бір нақты дәлелдері бар ма? Қазақ тілі арасында да осы түркі тілінің бір ортақ тіліне айналатын бір платформасы дегенге. Тілдің құрылымы тұрғысынан және тілдің зерттелуі тұрғысынан, оның жүйеленуі тұрғысынан шынында да қазақ тілі өте ілгері кете алды. Бұл тұрғыдан біз өзіміздің осы тілші мамандарға, соның алғашқы легі Ахмет Байтұрсынұлына, Алаш қайраткерлеріне өте риза болуымыз керек. Өйткені кәдімгі жіліктеліп, жүйеленіп, тіл білімінің бүкіл салалары қазақ тілінде жасалды. Қазақ тілінде ереженің бәрі анық. Қалай айтылады, қалай жазылады, қалай құралады, сөйлем қалай құралады. Ол ережеден ешқандай ауытқу жоқ. Сондықтан оны үйрену тұрғысынан ол әлдеқайда оңай екені де рас. Осы тұрғыдан келген кезде лексиканың сапасы, грамматиканың құрылымы тұрғысынан шында да қазақ тілі түркі тілдес елдердің арасында өзінше бөлік тұрған және ілгері тілдердің бірі. Мен тілші емеспін, маман емеспін, сондықтан кесіп қазақ тілі ең
жаңағы ілгері тіл деп айтпай қояйын, бірақ өзімнің зерттеп қарап білген нәрселерімнен айта алатыным осы. Енді түрік тілдес елдердің ішінде де әр тілдің өзінің тағы да қауқары бар ғой, оның артында тұрған мемлекет бар ма, оны жетілдіруге, дамытуға қауқарлы ғылыми орта бар ма деген сияқты. Өкінішке қарай көп түркі тілдерінде ондай мамандар мен ондай қауқар жоқ. Ал енді сондай қауқары мүмкіндігі бар артында мемлекет тұрған елдердің ішінде қазақ тілінің мүмкіндігі, қуаты едәуір жоғары. Алматыда TED Talks'та осы қазақ тілін үйрену оңай деген месседжбен шыққан бір спичіңіз бар. Жалпы тіл үйрену оңай ма, осы қазақ тілін үйрену оңай ма? Өйткені қазақ тілінің өзіміздің ана тіл болып тұрып, мысалы бізде енді қопармалы деген сияқты, жалғау жұрнақ барлығы ауысып кетеді, өзгеріп кетеді деген сияқты. Екінші жағынан осы қазақ тілін үйрену максималды түрде бір жеңіл болатын жол қайсы? Енді өзіңіз де ағылшын тілін үйрендіңіз, орысша уақытында телеарнада Ресейде жаңағы елшілікте жұмыс істедіңіз, хабардың тілшісі болдыңыз деген сияқты. Осы жеке тәжірибеде тіл үйренудің бір жеңілдігін қалай мүмкін етеміз? Тіл бұл бірінші кезекте тіл үйрену үшін адам іштей оған ашылу керек, менің ойымша. Шын мәнінде сол тілге құлай берілу керек. Онсыз тілдің құлай сүйдім сені деген. Онсыз тілдің кәдімгі санаға бойлап кіру өте күрделі. Мен ол өзге тілді жек көріп сол тілді үйреніп алған адам көрген жоқпын. Не адам кәсібін сүю керек, беріле соған кәдімгі құлай берілуі тиіс. Не болмаса бір миссияға берілу керек, ал тіл соған көмекші құрал ретінде келеді. Бірақ қалай болғанда да сен ол тілдің бүге-шүгесіне дейін зерттеп қарап, былай екен ғой деп кәдімгі тілді сезе бастауың үшін қалай болғанда да ол эмоция деңгейінде сен тілге ашылуың керек. Менің ойымша Қазақстандағы көп азаматтардың, көп адамдардың тілді ұзақ уақыт игермеуі, қазақ тілінде сөйлемеуі, осындай бір эмоциялық тұрғыдағы тосқауылды еңсере алмауынан. Бұл тіл менің тілім, бұл тіл маған керек тілі, бұл тіл менің болмысымның ажырамас бөлігі, бұл тіл менің болашағым байланысты деген сияқты бір ұғым қалыптаспаса, онда тілді қабылдауда қиын. Мен сол TED Talks'тағы айтайын деген нәрсем сол еді. Қазақстанда тұрып, қазақша сөйлеп кетпеу ол түсініксіз маған. Өйткені сен қоршаған орта айнала түгел екі тілде жазылып, аударылып дайын тұр. Радионы қоссаң да қазақша, орысша сөйлеп тұр. Телевизорды қоссаң да қазақша, орысша жазуы бар. Бірдей роликтер қайталана береді. Қазақстанда өмір сүретін кез келген азаматтың осында мектеп бітіріп, бір кемінде 200 сөз білмеуі қазақша мүмкін емес. Бірақ соны қолданысқа, айналымға кіргізу, күнделікті өзінің жаңағы тіпті ең қарапайым бір амандасу, қоштасу, бірдеңе сұрау деген сияқты деңгейде қолдана бастауға кейде адамдар құлықсыз. Осы құлықтылық, тілге деген бір дұрыс ниет пайда болса, ары қарай сөйлеп кету оңай, жеңілдейді менің ойымша. Жеке мысалымда, енді ағылшын тілін мектептен оқысақ та, университеттен оқысақ та, ол кейін меңгердік та. Арнайы болашақ бағдарламасын оқыған кезде. Сол кезде жаңағы іштей бір құлап тұру керек деген сияқты, ниет іштей бір бәрібір маңызды. Сосын жаңағы бір дедлайндар керек сияқты. Мен жаңағы осындай 6 айдан кейін оқуға түсуім керек деген сияқты бір межелер болмаса, ол да қиын, ұзаққа созылып кетеді. Үшіншіден жаңағы бір мотивация беретін бір тәлімгер дейміз бе, бір адамның ықпалы керек те, ол достың ықпалы ма, жаңағы қызмет бабында басшының ықпалы ма, осыны оқы, кейін қызметің көтеріледі деген сияқты басқа дүниелер сияқты. Осының барлығы бірге жиналып келген кезде бір нәтиже беретін сияқты. Сіздің мысалыңызда ағылшын тілін қанша уақытта сапалы меңгердім деген бір меже қойылды? Мен 2009 жылы 30 жасымда ғой, Америкаға оқуға кеттім. Оған дейінгі жаңағы халықаралық қатынастар факультетінде оқып жүріп, оған дейін арнайы мектепте оқып жүріп игерген ағылшын тілін бұл сол
интермедиат, аппер интермедиат деңгейінде. Өйткені барып диагностика жасаған кезде соны көрсетті. Мен енді оған дейін бір ниетті болмадым деп айта алмаймын. Шын мәнінде ниеттендім, тілдің қажет екендігін түсіндім. Бірақ оқып жүрдім. Одан кейін сыртқа шыққан кезде шамам келгенше сөйлеп жүрдім. Сондықтан бізге мысалы Қазақстанның ішінде көп адамдардың сол бір орташа деңгейде қазақ тілін игеріп сөйлеп кетуінің өзі жеткілікті болар еді. Ал енді кейін оқуға түсу үшін академиялық деңгейде эссе жазып, жаңағы мақала жазып, оны басу үшін, конференцияларда баяндама жасау үшін, ол әрине мүлде басқа деңгейдегі тіл керек. Ол үшін жаңағы барлығын қойып, ысырып қойып, таза тек қана тілмен айланысуға тура келді. Оған менің сол бір 6 айдай уақытым кетті. Бара салып TOEFL тапсыра бастадым. Алғашқы TOEFL-дағы нәтиже сол бір шамамен 70-тің көлемінде болды. Соны маған 100-ге жеткізу керек болды. Содан әрбір 2 ай сайын қайта-қайта TOEFL тапсырып отырып, аяғында 93-ке дейін апарып, сол 93-пен қабылдады. Ар жағында бір 7 ұпай жетпей тұрды. 7 балл. Оны айтты, енді түсінікті, тілді білесіз, енді оқу басталғанша да уақыт бар ғой, соған дейін жетілдіріп аласыз деген кондишнмен қабыл алды. Ал бірақ шынында да ол кезде де тілді меңгеріп кету үшін, еркін сөйлеп кету үшін жатпай тұрмай таңертеңнен кешке дейін сол тілді меңгеруге көмектесетін құралдарды ауыстырып отырып оқуға тура келді. Түске дейін тіл мектебі, түстен кейін кітапхана, кешке ағылшынша кино, жаңағы демалыс күндері ағылшынша сөйлейтін ортада жүру деген сияқты. Соның барлығы көмектесті. Бірақ кейін бір қызық жағдай болды. Мен осындай жаңағы барымды салып оқып жүріп, бірақ сөйлеп кете алмай жүргеннен кейін бір атақты тілші лингвист ғалым бар. Наум Хомский дейді, Чомский дейді, орыс тілінде, ағылшын тілінде әртүрлі айтады. Сол кісімен бір семинарға келдім да, сосын ол кісінің әмбебап грамматика деген теориясы бар. Бүкіл тілдер бір грамматикалық ұғымға түсінікке негізделеді, және кез келген адам басқа адамның тілін игере алады деген нәрсені енді жинақтап айтқанда ой сондай. Сосын жаңағы барып сол кісіге сол жағдайымды айттым. Мен үстіп 20 жыл бойы оқыдым, одан кейін міне қазір жатпай тұрмай тілмен айланса, бірақ сөйлеп кете алмай жатырмын, не істеуге болады деп. Ол кісі айтты, сөйлеп тұрсыз ғой деді. Мен дайындап келген сөзім ол сізге жаңағы жазып, жаттап айтып тұрған сөздерім бар ішінде деген сияқты. Сосын ол кісі айтты, егер сіз ағылшынша сөйлемесеңіз, егер алмасаңыз не болады деді. Мен үшін ол өліммен тең, өйткені мен бәрін тастап осында кеттім, қызметін жинап, ысырып, енді оқуға түсе алмай масқара болып қайтып барам, ол елестете алмаймын оны деп. Егер шынында да сондай деңгейде болса, онда алаңдамаңыз, сөйлейсіз деді. Бірақ ең бастысы қазір өзіңіз іште мен ағылшын тілін білем деп, өзіңізді өзіңіз ауыстырыңыз деді. Білмеймін, сөйлей алмаймын деген нәрсені ұмытыңыз. Бұл бірінші қадам. Екінші, жаңағыдай деңгейде қажеттілік болса сіз үшін, онда ол ешқайда кетпейді деді. Мен көп интервьюда оны айтып жүрмін. Шында да тілді оқуға қажетті қазіргі көп қолданылатын жаңағы сөйлеу, жазу, тыңдалым деп жаңа 4-ке бөліп оқыту, одан кейін медиа құралдарды қосып оқыту, оның барлығы екінші дүниежүзілік соғыс кезінде тыңшыларды дайындау құралы ретінде дамыған екен. Сол кезде олар шынында да сол 6 айдың ішінде сонда керемет нәтиже берген екен. Адамдар сөйлеп кеткен. Бірақ тура соғыстан кейін, соғыс біткеннен кейін тура сол әдіс тәсілдер ондай нәтиже беруді қойған. Неге десеңіз, өйткені соғыс бітті, адамдарда ол қажеттілік басқа деңгейде тұр. Сондықтан да тіл оқуда әрине қажеттілік өте маңызды. Осыдан бір 5 жыл бұрынғы сұхбатта қазақ тілінде кинолар жоқ, қазақ тілінде кинотеатрда көретін фильм жоқ деген пікір айтылған екен. Қазір енді соңғы осы былтырғы, биылғы көрсеткіштерді қарасақ, жағдай мүлде өзгерді. Негізінен қазақша. Бірақ енді жаңа сөзіміздің барысында айтқан сияқты сапа мәселесі қалай болса да бірінші орынға шығады екен. Яғни біз оны өткеріп алдық па уақытында? Сол 5 жыл бұрын айтылған кезде сапасымен бірге жұмыс істеу керек пе, әлде сапа осы деңгейден кейін енді пайда бола ма? Менің ойымша сапа келеді. Енді ол да сондай бір дәлелденген нәрсе ғой, сан сапаға ұласады.
оны барған сайын аудиторияда айтып жатыр. Көпшілік қауым да ондай бір өте жеңіл, кейде бір сондай бір енді көзге көрініп тұратын, көзге ұрып тұратын сауатсыз жасалған нәрселерден адамдар да мезі бола бастайды. Оны өздері де айтып жатыр. Сондықтан барған сайын қазақ тілді орта бір басқа деңгейге ұмтылады. Одан кейін біз қазір енді осы аударманы басқа деңгейде жасайтын бір жұмысты кеңейтуге тырысып жатырмыз. Мысалы, биыл Дисней алғаш рет өз қаражатына үлкен экранға шығатын 3 фильмін қазақ тіліне аударатын болып жатыр. Яғни қазақстандықтар емес, Диснейдің өзі Қазақстанға өз фильмдерін қазақша аударып алып келеді. Ал ондай орталықтардың, студиялардың аудармаға, дубляжға қоятын талабы өте жоғары. Ол аралас-құралас тіл болмайды, ішінде орысша араласып жүретін. Таза қазақша әдемі жасалған, әні де, сөзі де, қалжыңы да, басқасы да жақсылап тұрып жаңағы бейімделетін аударма. Сондықтан осындай әдебиет, осындай деңгейдегі үлкен кино қазақ тілінде беріле бастаса, менің ойымша көрермендердің де талғамы соған қатысты өседі. Сөйтіп ол орнына келуі керек. Тарихта Кенжеханұлы деген есім астында қандай титрмен қалған қалайсыз? Ондай бір осындай болып қалсыншы деп армандап жүрген мен жоқпын. Маған бірінші кезекте бұл шаруаның өзі процесс қызық. Мақсат қою, осы жағдайды өзгертудің амалдарын табу, оған адамдарды жұмылдыру, ол ортаға бір сондай позитивті энергия алып келу қабілеті ұнайды. Біздің жасап жүрген шаруамыздың барлығы бұл ұйымдастыру. Ол ұйымдастырушылар туралы ешқашан ондай бір керемет сөз ешкім айтпайды. Ол ғалымдар туралы айтылуы мүмкін, ол керемет әртіс музыканттар туралы айтылуы мүмкін, ол жазушылар туралы айтылуы мүмкін. Ал енді ұйымдастыратын, жаңағы бір ретін келтіретін адамдар ондай нәрседен үмітті болмайды. Және мына біздің бағдарламамыз сөз соңында Наурызда шығайын деп тұр ғой. Соған байланысты Наурыздың жаңа концепциясы деп жатыр қазір. Мына амал күнінен бастап тек қана 22 Наурыз емес, толық 10 күндікте атап өту деген сияқты. Осылардың бәріне қатысты бұл өзгерістер қандай бір нәтижеге алып келуі мүмкін? Жалпы енді мысалы соңғы бір жаңғырулар тек қана тілмен байланысты емес, мына ұлттық киім киіп жүреміз, немесе дәстүрлердің жаңғыруы, Наурыздың жаңғыруы деген сияқты мәселемен байланысып отыр ғой. Осы дүниелер ұлт ретінде қалыптасуға қаншалықты әсер етуі мүмкін? Сол бір түйінмен қорытындыласақ. Қазір енді көп айтылып жатыр, жаңағы nation building деп жатамыз, ұлт құру, ұлт қалыптастыру. Бұл да бір процесс, оның бір элементтері болады деген сияқты, құндылықтар болу керек. Бұл енді әр адамның жеке бір мәдениетін қалыптастыратын, ол сенетін, ол сиынатын дүниелері бар. Сол сияқты отбасының да құндылықтары бар, дәстүрлері бар, қалыптасқан. Сонысымен де ол отбасы, сонысымен де ол ерекше. Сонысымен де ішіндегі адамдар бір-бірін іздеп аңсап тұрады. Сол сияқты ұлттың да сөзсіз өзінің бір дәстүрлері, әдеттері, қалыптасқан бір процесстер болу керек. Жылдан жылға аңсап тұратын. Мен мысалы Маңғыстауда жұмыс істедім. Көрісу деген бұл кәдімгі бүкіл Маңғыстау жұрты аңсап күтетін үлкен оқиға. Ағайындар бір-бірін іздеп келеді. Кішілер үлкендерін, үлкендер кішілерін деген сияқты. Өте әдемі. Біз шында да сондай дүниемізбен де ұлт ретінде ерекшеміз. Яғни егер енді сол дүние бүкіл ұлтқа ортақ бір әдемі дәстүрге амалға айналса, менің ойымша құба құп. Наурыз шын мәнінде бір керек ерекше кезең, жер бусанып, бір табиғат тіріліп, күн жылынып жатқан кезде осындай бір адамдар жайма шуақ, осындай бір жаңа басталып жатқан табиғаттың тірілуімен сәйкес келетін жылдың басы, бұл осы жаңа кезең ғой. Сол жаңа кезеңдегі арман тілектерінің орындалуын, жоспарлардың іске асуын бір-біріне тілеп жатады. Бұл сондай бір табиғи нәрсе. Бұл жерде жасандылық жоқ менің ойымша. Өйткені табиғатпен байланысты болып тұр. Сондықтан да егер сол бір кең қолданыс тауып,
әрқайсымыздың бірінші кезекте отбасында, үй ішінде, ағайындардың арасында аталып өтілетін, күтетін осындай мерекеге айналса, ол өте жақсы болар еді. Реке, көп рахмет сұхбатқа келісіп, бүгінгі подкастымызға қонақ болғаныңызға. Алдымыздағы уақытта да бәлкім басқа да бағыттар бойынша әңгіме дүкен құрармыз. Рахмет. Көп рахмет, жақсы. Аман болайық.